Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода стресске түскен гүлдерге көп көрермендерім айтады, бізде противострессный препараттар сатылмайды. Қайдан аламын оны? Не істеймін деп маған хабарласып жатады да WhatsApp-қа. Себебі ауыл аймақта, енді сондай шалғай жерлерде тұратын адамдар ондай нәрсеге кейде қол жеткізе алмай жатады екен. Мен оны енді өзіміз қалада тұрғаннан кейін әркім өзінің басына түспеген екен білмейді. Кейбір дәрумендерді, кейбір осындай противострессный препараттарды алуға оларда мүмкіндік жоқ екен. Енді сол үшін, егерде сіздерде сондай мүмкіндік жоқ болса, гүлдеріңіз мысалы сквозняктан, басқа да көп нәрселерден стресс алып, ауырып жатса, бірден осы қазір қалай жасалатынын көрсетемін. Сол тұнбаны жасап, жапырақтарына шашыңыздар. Гүлдерді стресстен жақсы шығарады, тамырының дамуына жақсы көмектеседі және гүлдің өсу процесін тездетеді. Егерде сіз гүліңіз өспей, не жапырақ ашпай, не сабақ қоспай, не өлмейді, не өспейді деп маған комментарияға жазып жатады. Сондай гүлдеріңіз бар болса, дәл осы препаратты жасап шашсаңыздар болады жапырағына. Өте жақсы көмектеседі. Мысалы, осы қалай жасалатынын қазір көрсетемін, қалай пайдаланасыз және қандай гүлдерге пайдаланған дұрыс. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда көп пайдалы видеолар бар. Ашып көрсеңіздер, жақсылап ұқыпты тыңдасаңыздар, үй гүлдерінің күтімі жайлы көп ақпарат білесіздер. Бәрі тегін. Енді біздің бұл жасағалы отырған жаңағы тұнбамыз гүлдерге өте керемет дәрумен бір жағы жаңа өсу процесін тездетеді. Көп жаңағыдай ауырып тұрған, неғып тұрған гүлдерді стресстен шығарады. Мысалы, сіз жаңа гүл сатып аласыз, үйге әкелесіз, үйге әкелгеннен кейін ол ауырады, барлық гүл ондай емес, бірақ ауыратын гүлдер бар. Әсіресе гүлдейтін гүлдер ауырады. Вот сондай гүлдерге бутонына тигізбей, егер бутон бар болса, бутон жоқ болса, онда беймарал шаша бересіз. Бутонына тигізбей, астыңғы жақтағы жапырақтарына шашып қойсаңыз болады. Енді біз гүлді пересадка жасаған кезде олар қатты стресс алады. Әсіресе тамыры шіріп, біз оның тамырында шірікті тазалап, тамырының бәрін ашып, жуатын жерін жуып, солай біз енді как реанимацияда операция істегендей қылып тазаласақ, онда гүл қатты стресс алады. Сондай кезде дәл осы препаратты шашып қойсаңыз болады. После пересадки. Ал жай ғана жаздың күндері, қыстың күндері, мысалы, гүлдердің горшок тамырға толған кезде пересадка жасайтын уақыт емес ол. Көктемде, мысалы, тез алып кетеді да олар, стресстен оңай шығады көктемде. Себебі көктем ол барлық нәрсенің өсетін, өнетін уақытысы. Ал жазғы шілдеде, қыста, қыстың қақаған күндерінде гүлдің тамырын ашып, пересадка жасап, сондай тірліктер жасайтын болсаңыз, олар стресске түседі. Жақсы стресске түседі енді. Сол кезде дәл осы препаратты шашып, стресстен оңай шығаруға болады. Сквозняктан стресс алады гүлдер. Ол кезде де байқасаңыз соны, сразу осы препарат жасап шашыңыз. Кейбір менің көрермендерім гүлдерін далаға шығарып шомылдырады екен. Және далаға қояды екен. Ал сол далаға қойғаннан кейін ол ауыра бастайды екен. Білмеймін, осын далаға шығарғаннан кейін осындай болып қалды деп маған хабарласады. Ол далаға шығаруға төзетін гүлдер бар. Даланың желіне, жаңағы шомылдырғаннан кейін жапырақтағы су мұздайды. Оған шыдайтын гүлдер бар. Қаншалықты мұздай суға шомылдырсаңыз да. Ал шыдамайтын гүлдер бар. Шыдамайтын гүлдер бірден стресске түседі, сөйтеді, жақсы жапырақ тастап, енді кәдімгідей сізге ауырып береді. Сондай кезде, сондай нәрсені байқасаңыз, бірден осыны жасап шашыңыз жапырақтарына. Ал енді тағы қандай жағдайдан бізде гүлдер стресс алады? Бөлмеден бөлмеге ауыстырған кезде. Мысалы, ана бөлмеден мына бөлмеге ауыстырсаңыз стресс алады. Не болмаса, жаңағы ваннаға апарып біз гүлдің шаңын, жапырағын, шаңын шомылдырамыз ғой. Сондай кезде бірден шомылдыра салып, бірден алып, орнына апарып қойсаңыз,
жапырақтағы су мұздайды. Мұздағаннан кейін олар да суықтаған сияқты ауырады. Біз адам шомылып шыға салып бір сквознякқа бір жерге отырып қалсақ, шашымыз кеппей отырып қалсақ ауырып қаламыз ғой. Сол сияқты оларда жапырағы кеппей бірден алып шықсаңыз, көп гүлдер стресс алып ауырып қалады. Ал кейбір гүлдер оған төзе береді, ешқандай ауырмайды, олар өлермен гүлдер. А вот нәзік гүлдер, олар бірден ауырады. Бірден ауырып, жапырақ тастайды, сіз түсінбейсіз, не болды маған деп. Сөйтіп тамырын ашасыз, ана жағын шұқылайсыз, мына жағын шұқылайсыз, бірақ өзіңіз соны шомылдырып, сөйтіп стресске түсіргеніңізді білмейсіз, түсінбейсіз. Сондай нәрсе байқаған кезде бірден осы препаратты жасап шашыңыздар. Ал енді біздің препаратымыз кәдімгі аптекада табылады. Енді жаңа шалғай жерде тұратын көрермендерім болса, жаңағы противострессный препарат, эпин, циркон, янтарин, сондайларды ала алмасаңыздар, дәл осы аптекада сатылатын таблетканы и жаңағы аммиак. Аммиак барлық аптекада бар шығар енді. Барып, сол жерден аласыз да, дәл осы видеода қазір қалай айтамыз, солай жасап шашасыз. Ауырып тұрған, жаңағы түрлі жағдайлардан стресс алған, зиянкестер гүлге шабуылдаған кезде де гүлдер ауырады. Сөйтіп, сіз оны түрлі препараттармен, кірсабымен жуып, өзіңіз әйтеуір қолыңыздан келгенше жаңа зиянкесті тазалайсыз. Тазалап болғаннан кейін де олар стрессте тұрады біраз уақытқа шейін. Себебі олардың денесіндегі соғын ішіп, жаңағы зиянкестер оны біраз зақымдап ауыртып тастайды. Сол кезде де бүкіл зиянкесті тазалап болғаннан кейін дәл осыны жасап шашсаңыздар, стресстен тез шығып, оңай шығып, гүліңіз арқарай өсу процесті жалғастырады. Кәдімгі қарапайым янтарный кислота. Янтарный кислота барлық аптекада сатылады деп ойлаймын. Енді қазір шалғай жерлердің өзі, мысалы, үйде біреу ауырып қалса, бір жерден дәрі алатын шығарсыздар, сол аптекада янтарный кислотада болады. Сол янтарный кислотаны аласыз, кәдімгі бір таблеткасын, 4-ке бөлесіз. 4-ке бөлесіз да, кәдімгі 200 граммдық стаканға қарапайым су құясыз. Енді прям колонкадан болмасын, әрине 1-2 күн тұндырылған жаңағы су болса жақсы болады, не болмаса жаңағы фильтрдің суы болса тіптен жақсы. Дәл осы янтарный кислотаның жаңағы 4-тен 1 таблеткасын бөліп, езіп, ұнтақтап, сол стакандағы суға жақсылап араластырып езіп аласыз. Пипеткаңыз болса тіптен жақсы. Дәл осы аммиакта барлық аптекада бар шығар. 10%-ік аммиакты аласыз. Сөйтіп жаңағы пипеткаменен сорып алып, жаңағы стакандағы янтарный кислота салған стакандағы суымызға 10 капля тамызасыз. Осы аммиактан тамызасыз. Бұл екеуін әбден жақсылап араластырасыз. 15-20 минут қойып қойғаннан кейін тағы да жақсылап араластырасыз. Сөйтіп кәдімгі гүлдерге су шашатын ыдысыңызға құйып, гүлдеріңіздің жапырағына шашып шықсаңыздар болады. Жаңағыдай алдында айтып кеткен бүкіл стресстердің бәрін айттым ғой. Дәл солай стресске түсіп тұрған гүлдеріңіз бар болса, осыны жасап шашыңыздар. Жапырағының асты үстінің бәріне полный шашып шығыңыздар. Әрине бутондары бар болса, бутонның керек жоқ. Бутонға шашпайсыз, тигізбейсіз, бірақ ауырып тұрған гүлдің өзіне бутонның өзі керек емес. Себебі ол бутон бүкіл күшті алып қояды. Егер гүліңіз стресске түсіп, ауырып, жаңағы жапырақ тастап, солып, бір мазасы болмай тұрса, лучше оның бутонын кесіп алып тастасаңыз. Себебі гүл одан бетер әлсірейді. Бутон кесіп алып тастасаңыз, кішкене болса да гүлге күш пайда болады. Күш тамырға кетеді, күш жапыраққа кетеді, сабағына кетеді. Ал егер бутонын кеспей, қимай отыра берсеңіз, онда сол күштің бәрі сол гүлге кетеді, бутонға кетеді. Сол кезде жапырақтары әлсірейді, сабақтары әлсірейді. Біз не үшін доллардың декоративный гүлдерде гүлдейтін гүлдер бар, декоративный гүлдердің арасында. Оның ішінде мысалы долларды айтайық. Дифенбахия да гүлдейді, доллар да гүлдейді, кротон да гүлдейді мысалда. Неге олардың гүлдерін кесіп алып тастайды? Аглонема да гүлдейді. Себебі олардың гүлдері әдемі емес, күшті болып бетіп жайқалып тұрмайды. Бір кішкене бір сорайып, кішкене бір анандай
қалай десем болады енді. В общем, түсіндіңіздер ғой, короче. Содан ол күшті алып қояды. Гүлдегі күштің бәрін сол бутон алады, жаңағы ашқан гүл, бірақ оның бір сәні жоқ, әдемілігі жоқ. Сол үшін оның бутондары гүл ашып келе жатқаннан кесіп алып тастайды. Сол сияқты ауырып тұрған гүлге де бутон керек жоқ. Дәл осы препаратты жасап шашыңыздар. Ауырған гүлдеріңіз жаңағы өсе алмай тұрған гүлдеріңіз болса көмектеседі деген ойдамын. Видео пайдалы болса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушағын қосып қойыңыздар.